Сәлеметсіздер ме? Арнама қош келдіңіздер. Әңгіме басталмас бұрын арнама тіркеліп қолдау көрсете отырыңыздар. Сара оңтүстіктің қызы. Әкесінен ерте айырылды. Анасы Индира емханада тазалықшы болып қызмет ететін. Жастайынан жесір қалса да, үш құлынымда ешкімге өгейсітпеймін, қара шаңырақтың түтінін өшірмеймін деп кеуге де шықпады. Біреуден ілгері, біреуден кейін тұрмыс кешкен қарапайым отбасы еді. Сара үйдің үлкені болғасын, анасы балаларының тамағын табам деп тынымсыз еңбек етіп жүргенде, үйіндегі бауырларына бас көз болып, тамағын дайындап, кірлерін жуып, үйді де тазалап, бәріне үлгеретін. Әкесі мен анасының мөлдір махаббатынан өмірге келген Сараға табиғат сұлулықты аямай беріпті. Сәби күнінен ақ көрген кісілер, апырай, мәрмәндай әппақ, көзін айтсайшы, жаудыраған деп таң қалсатын. Ондайда марқұм әжесі, тәйт, бала болғасын, күн көрмегесін әппақ болады да, ертең ақ әкесіне ұқсап қара домалақ боп шыға келеді, деп жекіп, білдірмей бас бармағын саусақ арасынан шығарып отыршы еді. Индираның ақтығы мен оймақ ернін, Самат әкесінің мөлдір жанары мен қыр мұрнын, қара толқынды шашын Сараға берген жаратқан шебер ғой. Сол сүйкімді Сара балақайдың ізінен Марлен інісі мен Жаня деген сіңілісі ерді. Балалардың бәрі сабақтарын үздік оқып, достарының арасында сыйлы болды. Сара 11-ші сыныпты бітіргенде, Марлен 7-ші сыныпты, және бастауышты тамамдады. Мектепті үздік тамамдаған Сара тек білім қуып, өзіне көңіл білдіріп, хат жазып, телефон шалған ешбір жігітке назарын да салмады. Арманы оқуға түсу, сосын жұмысқа тұрып, анасының жанына жалау болу, өзінен кейінгі бауырларына қамқор болу еді. Анасы да Сарам оқуға түсіп, ертең нанын жеткізеді деп күніге айтып отыр. Тезірек Алматыға кетуді ойлаған Сараның себебі бар болатын. Себебі мектеп бітіруін аңдыған көп жігіттердің бірінің алып қашып кетпесіне кім кепіл? Бұл жерде алып қашу дәстүрге айналып кеткен. Қайтып келсең, қара бет боласың. Неден қашсаң, соған жолығасың демей ме? Қолына аттестатын алып, жолға дайындалып, ертеңгі жолға таза болып шығайын деп, сіңілісі Жанияны ертіп, келесі көшедегі моншаға кетті. Моншадан шығып, жайбарақат келе жатқанда, арт жақтан жүйткіген қара шетелдік көлік тоқтады да, ішінен бір жігіт шығып, тал түсте сіңілісін итеріп жіберді де, Сараның қолындағы пакетін лақтырып, өзін айғайлап қарсыласқанына қарамай, қолын қысып, көліктің артқы есігінен кіргізіп, артынша өзі де кіріп, есікті тарс жауып, рөлдегі жігіт бар жылдамдықта басып жүйткіді. Артта аңырап қалған сіңілісі Жаня өзінше тырмысып, көлік ізінен қуып тырмысып келеді. Көлік Сараның үйінің қасынан өткенде, үйден әкесі не анасы шығып көріп қалардай, Сара айғайлап, есігін ашпақшы болып еді. Құлыптап тастаған екен. Жанындағыны да, рөлдегіні де танымайды. Қорқып кемсеңдеп жылап, жалына бастады. Мені жіберіңіздерші, жалынайын, қайда бара жатсыздар? Қос қолмен қасындағы жігітті әбден сабалап, ботадай көздерінің шарасыздықтың ащы жастары ыршып түсті. Шашына орап алған сүлгісі де ағытылып, бұйра шаштары төгіліп иығына түскенде, Сараның ғажап сұлулығына рөлдегі жігіт айнадан қоңыр көздермен еріксіз сүзіліп қарады. Бірдеңе дейін дегісі келді де, ернін тістеп ала қойды. Бұны Сара да байқап қалды. Моншада телефонның керегі болмас деп, үйінде қалдырып кете қойып еді. Жүзі жылы екен деген оймен рөлде отырған Талғатқа, сіңілімді уайымдап отырмын, үйге жеттім екен, хабарласып жіберейін, телефон беріңіздерші, деді. Талғат телефонын алды да, өзі біреуге қоңырау шалып, дайындала беріңдер, деп қалтасына сүңгітіп жіберді. Еш қайран болмасын түсінген Сара, алып қашудың құрбаны болғалы жатқанын сезді. Күйеуім кім? Мен танымаймын ғой. Танымасам, оны сүймесем, алдағы өмірім не болады? Оқуым қайда қалады? Мені бұдан құтқарса, отбасым құтқарады, деп ойлады. Көнбеймін, қуғыншы боп келгенде бірге кетемін.
Әкем қалауымсыз ол жерде тастамайды, деді. Қала үлкен болғасын. Сара тек өз ауданын ғана 5 саусағындай біледі екенде, мына келе жатқан көшелер оған таңсық екен. Шамамен жарты сағаттай жүріп, машина сигналын безілдетіп, зәулім үйдің қасына келді де, ашық тұрған қақпасынан аулаға енді. Аулада кәрі жасы, бала шағасы топырлап, мәз-мәйрам боп күтіп тұр екен. Көліктің есігін ашып, 2 алып қашушы жігіт түсіп кетті. Сара көліктен түспей отырып алды. Қандай реакция көрсетерін де білмей, дал. Тек көздеріне жасы сырғи берді. Шықпасына қояма, көп әшелер мен жеңгелер өзіне қарай келіп, әшіндегі үлкені, қолында алтын білезігі жарқыраған, қолын бұған созып, айналайын, қыз мұраты кету, жар болу, ана болу. Бірінші бақ деген, бағыңды итермей, қолынан ұста, деді де. Сараның жұмыр білегінен тартып сыртқа шығарып алды да, басына шашақты ақ орамалды салып, маңдайынан сүйіп үлгерді. Орамалын лақтырып тастағысы келіп, ұрсайын десе, кішкентайынан үлкенге қарсы келмей өскен ол, тәрбиесінен аса алмады. Миы зыңылдап, құлағы шулап кетті. 2 жеңге қолтығынан демеп үйге кіргізіп, ақ шымылдық ішіне жайылған көрпеге отырғызды. Сара сабырлы түрде, қалмаймын, өз еркімен келмедім. Шешеме айтыңдар, мен алып кетеді, деді. 2 әйелдің бірі толықшау келген, әсем бейнесіне гүлді ақ жаулығы жарасқан, жасы 30-дардағы келіншек Әлия, сығылықтай күліп. Бәріміз өз еркімізбен келмедік, бірақ қазір сол күйеусіз күніміз қараң, бала да туып отырмыз, деді. Өзін мазақтап отырғандай сезінген Сара, ызаға булығып, мен сен емеспін, өз мақсатым, таңдауым бар. Кетем, деп орнынан тұрды да, бар екпінмен бөлмеден шыққанда, бір кемпір алдына жата қалды. Кенжетайымның бақыты үшін жан құрбан, кетем десең өз бақытыңды тепкенің. Мен атта да кете бер. Мені сыйламасаң да, орамалымды сыйла, деді. Апа, сіздің қызыңызды осылай танымайтын жігіт алып қашса, келісер ме едіңіз? Деп тізерлеп отырып жылай кетті. Кім мені алып қашқан, көрсетіңдер. Егер жүрегім қаламаса, үстіңізден аттап кете беремін, деп қатты-қатты сөйледі. Бәрі улап-шулап, қызды спальныға қайта кіргізіп, қазір күйеуің келеді, оңаша сөйлесіңдер, деді. Сара сан түрлі ойлардан миы ашып кетті. Кім екен? Тұрмыс жағдайы жақсы екенін көрініп тұр. Алайда, өзі қандай? Өмірімді бірге өткізетін жан болғасын, көңіліме кішкентай болсын ұнауы керек қой. Жасы қаншада екен? Оқыған, жұмысы болса екен. Өзімді ешкімге қимай жүрген, ұсқынсыз қарғаның жемтігіне айналған аққу болып қалмайын, деп өз ойынан шошып кетті. Есік ашылып, ішке күйеу кірді. Қарап қалса, сұңғақ бойлы, қапсағай денелі, кең иықты, сымбатты, денесі тартылған, қой көзді, аққұба өңді жігіт кино актерлеріндей алшаң басып, бұған қарай келе жатыр. Оу, бұл бағана өзін алып қашқан көлікті жүргізіп келген жігіт емес пе? Деп ойлады Сара. Көлікте жүзіне назар аудармаған екен. Менікі болса екен деп, әр қыздың арманы айналған сері екені көрініп тұр. Сонда да сыр білдірмей үнсіз қалған Сараны Талғат сөзге тартты. Сара, сені біраздан сыртыңнан танимын. Әлеуметтік желіден сені көріп, сол сәттен бастап өзіңді ұнататынымды сездім. Бірақ сені бұлай алып қашпай, таныстық, сезім, махаббатпен отбасын құру керек еді. Бәрі аяқасты болып кетті. Мен келіспегенмен, үйдегілер көнбей, жағдай осылай болды. Сені жылатпауға сөз беремін. Оқуға да түсесің, жұмысыңа да тұрасың, бұйырса. Тек келісіміңді берші, деді. Талғат өзінің 28-де екенін, құрылыс саласында сәулетші екенін, 3 ағайынды, өзінен үлкен әпкесі мен кейінгі 25-тегі бойдақ інісі бар екенін айтты. Сараның бағанағы кетем деген ойы мүлде жоғалып кеткен бе? Бір көргеннен ғашық болу осы ма? Әлде жігіттің гипноздаушы қасиеті бар ма? Не айтса да мақұлдап бас изеп, өз еркімен келгенін қолхатқа жазып берді. Талғат бөлмеден шығып бар жатып, барлық үшін кешір, деді. Расымен, менің тағдырыма осы Талғатпен бас қосып,
бақытты ғұмыр кешу жазылған болар деген ойлардың арасында қалықтап жүр. Күні ұясына батты. Бір жеңгесі алдына тіске басары мен сусын әкеп берді. Әлденіп ал, деді. Хабаршылар жеткізген болу керек. Анасы, туыс жеңгесі, тағы бір ағайынмен келіп, үйде айғай-шу, азан-қазан болып жатты. Бөлмеге ентелеп кірген анасы, қызым-ау, деп құшақтай жөнелді. Екеуі ұзақ әңгімелесіп, Сара осында қалатынын айтты. Анасы болса, маған бауырларың алаңдама, маған сенің бақытты болғаның керек, деді. Қыз көнгесін, қуғыншылар да ашуы басылып, үйлеріне тарады. Әртүрлі сезім бойын билеген жас келіншек көз алдына күйеуінің күлімдеген бейнесін елестетіп, көңілі жадырап сала берді. Енесі келіп, айналайын, кеш батты, ауқаттанып алды, демала ғой. Ертең үлкен той бар, шаршап қаларсың, деп кетті. Содан кейін, я Талғат, я басқа жан бөлмеге кірмеді. Сара да тәтті ұйқы құшағына енді. Таң атты, тойдың қамымен бәрі ерте тұрып, тірлік қайнап жатыр. Көршілер, жамағайындар келуде. Әлия абысына келіп, қазір бет ашар, дайындала бер, деді. Ашық тұрған бөлме есігінен сығалап, Талғатты іздеді. Әне, сырттан кіріп келеді. Маған келе жатқан болар, деп жымиып қалды. Алайда, Талғат Әлия абысының қасына барып, дөңгеленген ішіне сипады. Әлия құлағына бірдеңе сыбырлады. Қатты жаман ойламаймын. Қайны жеңге арасындағы әзіл ғой, деп жұбатты. Талғат бөлмесіне кірмеді. Орнына осы әулеттің екі келіні кіріп, басына жаулығын жауып, бет ашарға алып шықты. Маусымның ми қайнатар ыстық күні болатын. Басына жабылған орамал өте жұқа екен. Ыстық аптап соғып, әрі сырттағы жандардың бейнесі де шырматылып көрініп тұр. Асаба жігіт рәсімді бастап кетті. Өлі аруақ әулет үлкендеріне, тағы басқа ағайындарға иіліп сәлем салып тұр. Оң жағында үлкен ер адамдардан кейін Талғат та тұр екен. Оны көріп қуанып кетті. Өзіне қарап тұрғаны байқалады. Көз қарасы магнитше тартқандай сезіледі. Қасына жасы екілер шамасындағы кішкентай ұл добын теуіп келді де, «Папа!» деп аяғынан құшақтай алды. Талғат ұлды көтеріп, мойнына салып алды. Папалап былдырлаған ұлдың сөзін естіп, одан кейін не болған түк түсінбеді. Біраз уақыттан соң, орамалын әулеттің үлкен әжесі ашып, маңдайын сүйді. Асаба қасына күйеу жігітті шақырғанда, Талғат емес, өзі танымайтын, бойы өзінен аласа, шикіл сары, маңдайы қыртыс, талпақ танау, бадырақ көз жігіт Болат келіп тұра қалмасы бар ма? Бұл не? Өңім бе, түсім бе? Мені алдап соқты ма? Расымен қарғаның қақпана түстім бе? Неге? Талғат кім сонда? Мені неге алдады? Сөйлегісі келеді, айғайлағысы келеді. Бірақ мына көмейде тұрған өксік көкірекке қадалып, ештеңе шығар емес. Тек алданып, сан соққанын Талғат айтқан өзінен кейінгі інісі осы өзінің күйеуі екенін түсінді. Содан кейін Сара сөйлемейтін болды. Сөйлегісі келсе үн шықпай, мылқауға айналды. Мыржық Болаты күйеуімін деп өзін көрсетуге бара жатқанда, Сараны көмбей кетіп қалады деп ойлап, орнына Талғатты көмбесіне қоймай, жеңгелері кіргізіп жіберген екен. Және бұл жоспардың іске асқанын жуып, өздерінше тойлаған. Не де болса, бет ашары өтсін. Сосын қайда барады, ұяты бар қыз болса, көнеді деп есептеген екен. Есептен де жаңылмапты. Осылай Сара Болаттың әйелі атанды. Бет ашардан кейін жастар тойы болып, Сара ақ той көйлегін киіп, нағыз аққуға айналса, қасындағы жұбайы жүреген семіз сары шымшық еді. Тойда Сараның анасына алтын жиынтығы мен сіңілісіне алтын сырға, тағы туыс апасы мен жеңгесіне алтын жүзік тағылды. Қалың малы есебінде конвертке салынып, қомақты ақшасын қоса берді. Бір аулада қатар соғылған екі үй бар. Үлкен үйінде ат енесі, күйеуі және өзімен 4 жан тұрса, келесі үйде қайнағасы Талғат, келіншегі Әлия мен ұлы үшеуі қоныстанған.
Жас келіннің қолынан шай ішеміз деп, алғашында Талғаттар осында келіп тамақтанып жүрді. Жер үстелге жайылған дастархан бұрышында жастыққа жантайып, сызылып шай құйып отырған бұған кесесіне шай ұрттай бере ұрлана қарайтын. Жары Болат болса, Сараға алғашқы неке түнінде тиіспей, өзің қалаған кезде болады деп, одан бері де бір айға жуық уақыт сырғып өтіпті. Сырт пошымы келсіз болса да, адамдығы бір төбе екен. Анасы Индира қызының сөйлемей қалғанын уайымдап, білікті дәрігерлерге апарып көрсетті. Невропатолог бәрі дұрыс, тек психикасына ауыр соққы тиіп, соған қайтарған мидың кері реакциясы болуы мүмкін. Өзіне байланысты бәрі, сөйлеп кетуі әбден мүмкін, деді. Сараны ажыратып алып кетем деп келгенде, Сара басын шайқап, анасының қолынан білегін суырып алып, қалатынын ишарамен жеткізді. Сен қор болмашы, жыламасаң болды, деп сонымен бұл жақпен арасы тынышталды. Күндізгі үй тірлігінен шаршаған Сара түнгі ұйқы қамымен бөлмесіне кірді. Көлік жуу орталығын ашып, дөңгелетіп отырған Болат бүгін кеш қайтатынын ескерткен. Жерге өзіне төсек салып, жастыққа басы тие салсымен көзі ілініп кетті. Түсінде қайнағасы Талғат ешкім жоқта үйге келіп, басындағы орамалын шешіп, буылы тұрған толқын шашын тарқатып жіберіп, иіскеп тұр. Өзін итерген Сараның қолына ұстап, жерге құлатты да, көйлегінің түймелерін ағыта бастады. Сара қарсыласып жатса да, күші жетер емес. Оянып кетсе, күйеуі Болат екен. Араққа сылқия тойып алыпты. Күтем дегенге, өмір бойы күткізейін деп пең? Сені сувенир қылып алдым ба? Бұл жолы менің дегенім болады. Деп былапыт сөздерді жаудырып, Сараның үстінде оны умаждап, киімдерін шешті. Шыңғырайын десе, дыбысы шықпай, Сара да бұлқынды, жұлқынды. Көзінен от жарғыда қалды. Сөйтсе ашуланған Байсымаға бетімен жұдырықпен қойып қалыпты. Ойына алғанын істеп, көңілі көншінген Болат теріс қарап жатты да, тоңқайып ұйықтап қалды. Абыройын сүймеген жанға бергеніне өкінішпен жылаған Сара көрер таңын көзілмей атырды. Басқа не күттім? Анама еріп кетпей, қалам дедім. Не үшін қалдым? Түбінде осылай болар еді. Әлде Талғаттан үміттендім бе? О, тоба, миымды арам ойдан тазалай көр, деп бір аунады. Алаулап таң атты. Болат ерте тұрып, көлігін оталдырды да, қалаға шығып кетті. Сараға қарауға бет жоқ. Ата енесіне таңғы астарын дайындап, шайын құйып отыр. Енесі: құдағиымен сөйлестім, сырқаттанып қалыпты. Болат екеуің барып жағдайын біліп, тәттілеріңді алып барып қайтыңдар. Болат қайда? Үйде ме? Сара басын шайқап, жоқтығын білдірді. Енесі: оған не болды? Аманшылық пекен? Бүгін сенбіде демалатын еді. Хабарласып көрейін, деп Болатқа звондаған еді. Ол бірақ көтермеді. Енесі: онда Талғатта бүгін үйінде демалып жатқан шығар. Күні сымай тұрғанда сені көлігімен апарып әкелсін. Әлия түскі кешкі тамақты әзірлеп береді. Алаңдамай барып келе ғой. Кешке қайтарсың, деді. Төркінге деп жинаған анау мынауын сөмкесіне салып, дереу жиналып далаға шықса, қайнағасы да шығып жатыр екен. Тез қайт, уайымдаймын. Қызыңды сағынады, деп келіншегі Әлия ішін сипап, күйеуінің ернен шөлп еткізді. Көріп қалғанына ыңғайсызданған Сара екеуіне сәлем беріп, көлікке жақындай берді. Талғат көліктің артқы есігін ашып, джентльмендерше Сара отырғасын есігін жапты. Сонымен жолға шықты. Үй арасы 1 сағатқа жетер-жетпес жол. Әшейінде тез жүретін көлігін әдейі жай айдап келе ме, асығар емес. Көліктегі айнадан Сараға қарап, әңгіме бастады. Сара, саған қиянат жасадым. Сенің осындай сөйлей алмай қалғаныңа да мен кінәлімін. Сені жылатпаймын деп жұбатуға да жарамай қалғаным үшін кешірші. Расымен де алғаш сенің суретіңді көргенде денеме ыстық тарап, қызып кеттім. Сені Болат көрсеткен болатын. Ұнатамын, танысқым келіп жазсам, жауап бермейді. Блоктап тастаған деп.
Сол сәттен бері үнемі сенің бейнеңді ұйықтар алдында көріп барып жатамын. Сол кезде түсіме кіресің. Нәзік, аққудың көгілдіріндей қалпыңды өңімде болмаса да, түсімде құшақтап, сүйінші деп тілеймін. Уақыт өте, бұл маған аздық ететін болды. Сені күнде көруді қажет еттім. Бірақ мен үйленген, балам бар еді. Жалғыз мүмкіндік, Болатқа сені алып қашып, әйтеуір сені күнде көрсем болды деген сайтан алғыр ойға тоқталдым. Бірақ сезімім жай құмарлық деп ойлап ем, қателесіппін. Болай алапатқа айналады деп ойламадым. Болатқа сені алып қашып бергенім үшін қазір өкінемін. Ол менің бауырым, ал сен менің қалтқысыз сүйген адамымсың. Қалай бауырыма опасыздық жасай аламын? Өзімді, сезімімді тұсаулап, әзірге шыдап жүрмін. Сенше, мені көргенде көзің жанып еді. Сол от махаббат отым еді. Мені ұнатқасын қалдың ба? Маған деген сәлде болса көңілің бар ма? Үнсіз қалмашы. Айғайла, ұрыс. Тек үнсіз қалмашы. Сенің даусыңды сағындым, сөйлеші. Жүрегімді елжіретші. Деп көзінен шыққан тамшы жасты бармағымен сырып тастап, білдірмеуге тырысты. Бәрін тыңдап отырған Сара жасқа булығып, солқ-солқ етіп жылай бастады. Жүрегіне қатқан қарамыз жібігендей, сол жас таусылар емес. Осы сөз бе күтіп жүргені? Талғат қатырған мұзын өзі ертіп алды ма? Еңірей берді. Келінімін деп те ұялмады. Талғат дереу көлікті жол жиегіне қойып, артқы есікті ашып, Сараны қолына ұстап, далаға алып шықты. Талғат: «Жыла, шығар ішіндегіні. Мені кешірші ботам. Гүлім», деп қыша белінен қысып құшақтап алды. Сара екі қолмен кеудесін сабалап ұра берді. Талғатқа бұл ұрғаны майдай жағып, бұйра шашынан сипап, басын кеудесіне қысты. «Сені жылатпаймын енді», деді. Екеуі құшақтасып, сағыныштары басылғанша ажырамай тұрды. Талғат Сараға жымиып: «Ашуыңыз басылды ма, ханшайым?» дегенде, Сара «Иә» деп сөйлеп кетті. Қатты қуанған Талғат «Иә» деген тіліңнен айналайын деп еріне сүлікше жабысты. Таңға жайып сәттің бітпеуін тілегендей, екі ғашық көздерін жұмып алған. Жан жағындағы көліктердің безілдеген сигналынан кейін естерін жинап үлгеріп, екеуі тез көлікке мінді. Алдына жайғасқан Сараның қолын қысып, жол бойы екеуі сырласып барды. «Әлиямен қалай таныстың? Оны сүйесің бе?» деді Сара. Бірден қойылған бұл сұраққа Талғат: «Әлия екеуміз студент кезде таныстық. Ол менен 2 жас үлкен. Әрі бір курс жоғары оқыды. Маған жоғары курс жігіттері теспекші болғанда, Әлия оларға қарсы шығып, енді көрсе деканға апаратын айтқан. Содан бастап екеуміз алғашында дос болып, араласып, кейін бауыр бастық. Ол менің алғашқы махаббатым. Оқу бітіргесін бірден үйлендік. Үйленгесін сезім өзгереді екен. Ұлымыз келді өмірге. Енді 3 айдан соң қызымыз болады бұйырса», деді. Сара өкпелеп: «Мен сонда қандай махаббатымын?» дегенде Талғат оған: «Сен менің соңғы махаббатымсың. Себебі сенен кейін біреуді сүю мүмкін емес», деді. Бұл сөз Сараны ойландырып қойды. Сара төркініне келді. Есік алдынан інісі Марлен жүгіріп шықты. «О, құда бала», деп Талғат амандасып, арқасынан қақты. Ол да мәз боп, қапаңдап үйге сатты. Сіңілісі бұрыма желкілдеп, жетіп келіп әпкесінің құшақтап алды. «Әпке, сізді сөйлемей қалды деп, мама күнде жылайды», деп бірден әңгімесін айта кетті. «Анам қайда?» деген Сара үйге кіріп, кереуетте жатқан анасына барып құшақтай алды. «Анашым, қалайсыз?» деді. Индира қызының даусын естіп, қуаныштан жылап: «Енді жақсымын жаным», деп қызын бауырына қысты. «Құда бала кепті ғой, Болат қайда?» деді Индира. «Болат жұмыста болғасын, сіздің жағдайыңызды біліп кел деп, Талғатқа ертіп жіберді енем», деді Сара. Индира: «Әй,
келін қайнағаның атын атаушы ма еді? Деп кейген соң, ай құда бала, қызым енді атамайды. Абайсызда айтып қалған ғой, деп ақтап жатты. Талғат, ой, қазір 21 ғасыр ғой, қатып қалған салтпен жүрмейміз. Қалай ыңғайлы, солай айта берсін, деді. Құдағи, қызыңыз кімге ұқсаған десем, сізге аумай қалған екен ғой. Сізге жетпейді бірақ сұлулығы, деп ауырып жатқан Индираны бір күлдіріп алды. Мәз болған ана, ой бұ, неғып тұрмыз, жүріңдер, шәй ішейік, деп кухняға кетті. Сара анасын отырғызып қойып, шәй дайындап, кешегі күріш тамақты ысытып, қоюлап шәй берді. Мәре сәре боп отыр бәрі. Кішкентай Жәния Талғатқа қарап, құда бала, сіз әпкемен неге күйеу болмайсыз? Екеуіңіз әдемі боп тұрсыздар. Жезден болса онша емес, деп қойып қалды. Бұндай әңгіме күтпеген бәрі аң-таң боп, Талғат қипақтап, Сара қызарып кетті. Анасы жуып шайып, әй баламысың деген, мән бермеңдер, деп жылы жапты. Қан қысымнан жапа шектім деген Индира, уайымдама, келе берме. Өзіңе қара, ата-енеңді сыйла, күйеуіңді күт, деп бар ақылын айтып шығарып салды. Терезеден қарап тұрған Жәния әпкесін Талғаттың белінен құшақтап, шашынан ескегенін көріп қалып, мама, Жәния құда баланың әйелі болады деп айтты. Мән бермеген анасы, қой қызым, онда ұят әңгіме айтпай енді, деді. Неге? Жаңа құда бала әпкенің белінен ұстап, шашынан ескеді ғой, деді Жәния. Анасы шошып кетіп, Жәния, екінші естімейтін болайын, деп тыйып тастады да, өзі де естігіне секем алып қалды. Үйлеріне келіп, көліктен түскендерін көрген Әлия тырысып қалды. Талғатқа, неге көліктің алдына отырғызасың, деп шап ете қалды. Онда тұрған не бар? Жайма сенікі, деп көзімен жым қалды. Екі қабат әйел сезгіш келеді емес пе? Іші қылп ете қалды. Келіннің көзінше маған жауап бермей жер қылды деп, іштей қанжылып, көзінен жас атқып кетті. Онысын білдірмей, аулада құммен ойнап жатқан баласын орнынан тұрғызып, үстін қағып, осы ойнағаның жетер, деп жекіп, ақысын баласынан алып, үйіне жұлқып әкетті. Оған мән берген Талғат жоқ. Екі көзі үйіне майғазданып басып бара жатқан Сарада. Сара десе Сара ғой, деп жанармен оны аймалап тұр. Сара да есігін аша бере бір қарадау. Телефонда боламыз деп ымдап белгі берді. Әруақтай бозарып жүретін әйелі үйге жауқазындай жайқалып кірді. Болат қарап, апам қалай екен? Жақсы сияқты ғой, түрің айтып тұр, деді. Уайымдайтын ештеңе жоқ, бәрі жақсы екен, деп еді. Әйелінің даусын алғаш естіген Болат аңырап қалды. Атасы мен енесі айналып толғанып, үндемеуінің себебі анасын сағынған екен ғой. Мауқын басып келгені жақсы әсерін берген екен, деп мәз болысты. Ерте келдіңдер ғой, қалай құдағи, жақсы ма? Сара, қан қысымы ойнап тұр екен, сіздерге сәлем айтты, деп бөлмесіне кіріп кетті. Болат та кіріп, Сара, кеше көп ішіп қойыппын, өзіме жауап бере алмай қалдым. Кешірші, деп артынан келіп, мойнына алтын алқа тақты. Күйеуім ғой деп, өзін болған жағдайға көндіріп, әрі сендіріп үлгерген Сара, Болаттың тосын сыйына тосырқап, таңданып қалды. Сыйлықты кім ұнатпайды? Әрі бұған дейін, оған ешкім мұндай қымбат әшекей сыйлап көрмепті. Аққу мойнын киім кигенде, бос тұрмасын деп, арнайы алдым, деді. Әлі 18-дегі балалығы кетпеген Сара, мәз болып, айнаға қарап, рахмет деді. Сен мендік болғаның үшін, барлық әлемдегі байлықты табаныңның астына тастаймын, деп қойды күйеуі. Қыз құлақпен сүйеді емес пе? Сыйлығы, тәтті сөздері, осыға дейін ұсқынсыз болып көрінген күйеуін басқаша, анығырақ айтқанда, сүйкімді етіп көрсетті. Тек жай рахмет па? Деп келіншегінің қолынан сүйген соң, жымайып күліп, бетінен ыстық демімен өпті. Осы сәт тоқтап қалсыншы деп, Болат іштей күбірледі. Сара жол жүріп шаршап келгесін, төсегіне ертелік жатып қалды. Түнгі тәтті ұйқыны телефонға келген хабарлама даусы бұзды. Қараңғы өміріме жарық шашқан жұлдызым. Сен үшін жаным құрбан.
Сені көрмей ұйқы келер емес. Келем десең, алма ағаштың түбіндемін. Талғаттан келген бұл хабарламаны Сара оқымай ұйқысын әрі жалғады.